Аналар бірнеше күн бойы асханаға жұмыс істеп, әрең зорға азын аулақ ақша тауып, бұдан қуанған олар былай істейміз. Нақшаға қазір коттедж жалдаймыз. Заттарымызды қоямыз да қыдырамыз. Тоқта деп аударсайсana. Осылайдан бақыт ұрыны қуып, бірақ ұры жеткізбей кету үшін мотасын міне сала қашқанымен, бақыт тар көшелермен жүріп, оның алдынан шығып, енді ұстап аламау деп ойлағанымен, бірақ ұры мотаны бақыттың өзіне қарай айдап, бұдан қорыққан бақыт тағы да соғылып қалғысы келмегендіктен, амалсыз жол босатып, нәтижеде ұры қашып кетеді. Асыл алдыңғы жолы волейбол командасының қыздары бақытты жаттықтырушылар жарас екен деп қатайтанып қалғандықтан, бақыт алғаш оларға өзінің жарас емес екенін айтып, бірақ командада Айгерім деген мына әдемі қыздың бар екенін көрген соң, оны келтіріп алу үшін қыздарға, "Я мен сендердің жаттықтырушыларың жарас боламын" деп қыздарды алдай салған еді. Бірақ қыздардың басқарушысы екен, барлық ақшаны алып қашып кеткен соң, бар салмақ бақытқа түсіп, ол қыздардың жаттықтырушысы болудан сырт басқарушылар болуына да тура келеді. Әрі көп өтпей бірінші кезек жарыс басталып, қыздардың алғашқы қарсыластары мына әйелдер болып, Ана апалар ма? Иә, естейміз ағай. Естегенде бірінші сәлем беретін сияқтысыңдар ғой. Мына апалардан несі қорқасыңдар көрсін? Бір аяқ көрді, бір аяқ жерде ғой. Ағай, сол апаларға өйтіп, мен сізге қарамай-ақ қойыңыз. Бұл кісілер 5 жыл бұрын чемпион болған. Соған қарағанда көптен бері жарыс болмаған сияқты ғой мына апаларда. Тактиканы не істейтін болдық соны? Ой, ана апаларға не тактика қолданасыңдар, ұят емес пе? осылайдан бақыт қарсы жақтағы әйелдерді түкменсінбей, қыздарға да ешқандай тактика айтпастан жарысқа салып, нәтижеде ойын бастала сала, ана әйелдер өзара селбесіп тактикалы түрде ойнап, арт-артынан 6-7 нөмір алып, олардың бұншама мықты екенін ойламаған бақыт болса, енді өз қыздарына бірер тактика айтпаса жеңіліп қалатынын сезгенімен, қыл аяғы волейболды қалай ойнауды білмейтіндіктен, не тактика айтарын білмей, ақыр аяғында қыздарға ана кемпірлерді жеңудің бірден бір амалы, сендер әр жол допты алысқа лақтырып, аналарды шаршатып тастаңдар, сонда олар дұрыстап ойнай алмай қалады деп, екінші майдан басталғанда қыздар бақыттың айтқанын бойынша істеп, нәтижеде кемпірлер тез арада шаршап, осы орайда қыздар арт-артынан нөмір алып, жеңіске қол жеткізеді. Бірақ олар кеште қуанып қонақ үйге келгендерінде, қонақ үй қожайыны оларға төлеген ақшаларың таусылды, тағы ақша төлемесеңдер бұл арадан кетіңдер деп, ақшаның барлығын сәкен алып кеткендіктен, бұларда қонақ үйге төлейтін бір тиын да жоқ болып, амалсыздан қонақ үйден кетіп далада қалады. Осылайдан енді барар жер басыртаулар қалмаған болар, енді қайда барып қонарларын, қайдан ақша табарларын біле алмай, ары қаңғып бері қаңғып, ақыр қала шетінен ешкім тұрмайтын бір ескі тауып алып, сол арада түнеп, ертесі барлық достарынан жан-жақтан ақша сұрағандарымен ешқайсысы ақша таба алмай, жарысқа қатысамыз деп келіп, далада қалғанына қатты қайғырған қыздар ең кемінде шіп-жем тұрар жай мәселесін шешу үшін бір асханаға келіп, асхана қожайынына жағдайларын түсіндіріп жатып, бірнеше күн барлығы күтуші болып істеп, біраз ақша тауып, енді осы ақшаға үй майлап алайық деп мәз болып келе жатқандарында бір ұры шыға келіп, бақыттың қолындағы ақшаны ала қашады. Фильмнің жалғасын ертең жаңалайтын боламын, ал толығын